Сәлем барлықтарыңа, бүгінгі видеода жоспарлауға қатысты ең үздік, ең мықты техникамен бөлісемін, яғни TikTok пен Google календардың коллаборациясы. Бұл видеодан соңына дейін көріңіздер, бәлки бұл видео сіздің өміріңізді өзгертер. Кеттік, TikTok тартылды бізде, енді кеттік оған обзор. Енді сізде осылай шығатын болса, сіз бұларды таңдай аласыз. Кеңесі матрица, Эйзенхауэр, помодоро, привычка деген секілді мыналарды осы дүниелерді таңдау керек. Егер қоспаған жағдайда, бір түс таңдайық, не түс таңдасаңыздар болады. Егер сізде осылай шығатын болса, бізге керегі именно TikTokте матрица Эйзенхауэр керек болады. Бірден настройкаға кіреміз дағыны, панель выкладывка кіреміз. Одан кейін біз несеміз матрица Эйзенхауэрді қосамыз, біз привычканы қосамыз, помодорын қосамыз. И реттілік бойынша календар тура осылай болады. Матрица Эйзенхауэр бар, бізде мына тапсырмалар керек емес, өшіп тастайтын боламыз. Енді бізде барлығы өшті, енді жоспар құратын боламыз. Жалпы Эйзенхауэр техникасы дейді бұны. Біздің күніміз бірнеше істерден немесе көптеген істер бар біздің өмірімізде. Және біздің уақытымыз ол бір істерге жеткенмен, бірақ біздің энергиямыз, күш қуатымыз жетпейді. Ал сол үшін не істеу керек? Ал сол үшін күндегі маңыздының ішіндегі ең маңызды дейтін іске көңіл бөлу керек, соны бірінші аяқтап тастау керек. Одан кейін келесі істерге көңіл бөлу керек. Сол кезде ғана сіздің тиімділігіңіз, эффективіңіз артатын болады. Мәселен, сіздерде болады, мәселен, күні бойы бір болмашы істерге көңіл бөлесіз дағыны, кешке жақын дұрыстан саған дедлайннан кешігіп жатырмын, бол сабақ оқуым керек деп түн жарымда маңызды істерге көңіл бөлеміз. Ал бұл болмайды. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін отырған қызыл істерге, яғни срочно и важно істерге көңіл бөлуіміз керекпіз. Былай сіздің жатасаңыздар болады. Бірінші орындағы, екінші орындағы, үшінші орындағы істерді жатасаңыз болады. Енді бұл өте маңызды. Енді срочно и важно дейтін істер ол қандай істер? Ол өте маңызды. Қарсы қалай айтсам екен? Бұл дәл бүгінгі күні өте маңызды, және де ол шұғыл. Мәселен, сіздің дедлайныңыз келіп тұр. Мәселен, білмеймін, бүгін менде ХМЖ, яғни жобадан бүгін сағат түнгі 12-де дедлайн жабылып қалады. Оған бал береді, бұл мен үшін маңызды. Бұл срочно, өйткені бүгін бітіріп тастау керек дейтін болатын болса, оны тұрған қызыл іске аударамыз. Білмеймін, бүгін сізде курсыңыздан деп болуы мүмкін. Бүгін, білмеймін, СТ тапсыру керек, бүгін болмаса болмайды. Бүгін дедлайн, еще бүгін ол маңызды сіз үшін. Оны қызыл істерге, қызыл бағанаға қоямыз. Одан кейін бізде сары бағана, екінші орындағы істер. Бұл істерге қатты шұғыл емес, бірақ маңызды. Мәселен, бүгін мен анама хабарласуым керек негізі. Анама хабарласуым керекпін, бірақ қатты шұғыл емес, бірақ маңызды. Бүгін емес, ертең де хабарлассам болады. Нәрсе емес. Деген секілді, бұны уақытын өзгерсек болады сарының, бірақ маңызды, бүгін орындалу керек. Екінші, үшінші бізде ол срочно, шұғыл істер, бүгін орындалу керек, срочно істер. Бірақ қатты маңызды емес бұл істер. Мәселен, мен әдет жасағанмын, әдет күнде 15 кітап оқимын. Не туралы? Абай жолы туралы. Күнделікті жасап келе жатырмын 5 күннен бері. Бүгін жасалу керек срочно, бірақ қатты маңызды емес. Өйткені тұрған курсымның сабақтарына қарағанда, кездесуге қарағанда қатты маңызды емес. Бірақ бүгін срочно болса күшті болушы еді. Бұған кеше жақын немесе кейінгі істерге немесе бір уақыттың аралығында бос уақыттарда осы срочно істерді жасасаңыз болады. Осы үш дүниеге байланысты бұл бізде қатты маңызды емес. Бұның қазір басқаша технология бойынша қолданатын боламыз. Төртінші бағананы ашамыздағыны бұл жерге жазамыз. Бүгін орындалу керек қандай іс бар деген сұрақты қоямыз. Полный бүгінгі біздің идеямыздың барлығын осы жерге жазуымыз қажет. Енді кеттік, ойымыз жазып көріп, бүгін менің жоспарымдағы, бүгін менде не істеулер керек бүгін, істеу керек істердің тізімін жазайын, идеялар. Енді бүгін мен видео түсіру. Енді кеңесім жоспар құрған кезде кілт сөздермен қосаңыз. Мәселен, біріншісіне етістік, одан кейінгі тапсырма. Жоспарлау туралы. Жоспарлау тик-тик. Қашан бүгін істейміз, жібереміз. Кетті. Екінші, бүгін жасалу керек, менде не бар? Тренинг бар, айтпақшы, менде сағат 12-де тренинг бар, 11:30-да қателеспесем. Тренинг бар, және тренингте не туралы болады? Сөйлеу туралы. Тренинг бар, сөйлеу тақырыбында. Қашан болады? Бүгін болады. Жазып қой. Бүгін мен кітап оқуым керек негізі. Кітап оқу, бізде не кітап? Бізде теңіз қорқаулары дейді кітап бар. Мен қысқартып ТQ деп теңіз қорқаулары кітабын X ортасына белгілеп қойсаңыз болады. Айтамын, мен бүгін 10 минут оқысам жеткілікті негізі. 10 минут оқысам жеткілікті. Қашан? Бүгін. Кетті. Одан кейін
кеттік, қарасаңыздар, бізде бүгінгі істелу керек істер, бүгінгі менің идеяларым, жалпы бүгінгі біздің дедлайндар, істеріміз, бірақ та бұлардың барлығы бізге маңызды болып көрінеді, бірақ бұлардың барлығы шын мәнінде қатты маңызды немесе шұғыл емес. Ішіндегі ең маңызды 2 немесе 3 маңызды істі анықтауымыз қажет. Қазір қызыл бағанаға. Енді қандай маңызды істер бар бұның ішінде? Ең әуелі үй жұмысы дейді. Бізде үй жұмысы бүгін дедлайн, еще бүгін ол маңызды, еще балл қойып береді. Ағай, меніңше бұл қызыл бағанаға енгіземіз. Мамаға хабарласу бүгін емес, ертеңде хабарлассам да болады. Бірақ маңызды бұл үшін мамаға хабарласу, жағдайын сұрау деген секілді. Бұны әзірге сары бағана қоямыз. Рейтинг шығару, мен шырақтың рейтингі бүгін өте маңызды, дедлайн бүгін осыны жасауым керекпін. И куратордың өмірі рилс менде бүгінде приоритетте, негізі осы айдың фокусында. Кітап оқу бізде қайсына қойсам екен? Бізде срочно не важно еді. Шұғыл, негізі оқу керек, бірақ қатты маңызды емес. Бұны көк бағанаға қойсақ болады. Тренинг болады, бүгін айтпақшыдай, сөйлеу халық алдында деген секілді. Қатты маңызды, немесе маңызды, бірақ шұғыл емес. Бүгін барсам да бармасам да бір сағаттан кейін болады. Негізі бұны сары бағанаға жеңсек болады. Бүгін біз жоспарлау туралы тик-тикте қайсында екен? Бұл негізі бүгін не срочно, бірақ маңызды, негізі ондай бір ертеңде түсірсем болар еді бұл видеоны, бірақ бүгін бірақ маңызды істердің бірі. Қарасаңыз, бізде күндік жоспар дайын. Күндік жоспар дайын бізде. Маңызды істерім, бүгін осы 3 істі бітірмесем болмайды. Бүгін фокус қоюым керек. Мен бұны түсіріп келе жатырмын. Процесстер болып жатыр. Мыналардың тоже процесстері болып жатыр. Бүгін мен осыларға фокус қоюым керек. Қызыл істерге. Бұны бітіріп қойғаннан кейін немесе мыналар істерге көңіл бөлсек болады. Араластыра отырып. Осы қызылдағы істер бітсе, орындалса болды. Мен красавчикпін. Сары істер бізде жаңа айтқандай не срочно, бірақ маңызды істер, бұларды тоже орындалу керек. Ал бұл істер орындалса да, орындалмаса да, орындалса күшті, әрине, орындалмаса өзімізді кінәламаймыз. Басы осына қызыл істердің орындалғандығы. Мына жерге толтырып жазып тастаудың керегі жоқ қызыл істерге. Енді мен сіздерге кеңесім тапсырмаларды бөліп тастау керек. Бұны бір жылқыны соғымдау дейді. Мәселен, куратордың өмірі туралы рилсті шығарудың өзі бірнеше тапсырмалардан тұрады. Мәселен, мен бұған сценарий жазуым керекпін. Сценарий жазамын. Одан кейін оны түсіру дейтін бір жоспар бар. Одан кейін оны монтаж дейтін тағы бір жоспар бар. Одан кейін салу дейтін не бар бізде. Тағы бір жоспар бар. Сіздерде осындай болуы мүмкін, бірнеше тапсырмалар, мәселен, ОБТ-дан, мәселен, 19:00-де салуым керекпін. Сіздерде бұндай болуы мүмкін, мәселен, тарихтан кітап оқу деген бір тапсырма, конспект жазу деген бір тапсырма, одан кейін конспект жазғаннан кейін оны біреуге түсіндіру, немесе оны қайтадан қайталау деген секілді сондай бірнеше тапсырмалардан тұруы мүмкін. Олардың барлығын мына жерге толтырып тастаудың қажеті жоқ. Бастысы ең маңыздысы сол бір ішіне тапсырмалардың ішіне кіргізсек болады. Енді қарасаңыз, мына жерде шығып кетті жаңа біздің айтқандарымыздың барлығын. Просто аламыздағыны мына жаққа лақтыра саламыз. Оларды мына жаққа лақтыра саламыз. Қарасаңыз, уже бізде үстін басқан кезде, шетін басқан кезде уже көрдіңіз ба? Тапсырмашылар тұр мына жерде. Қарасаңыз. Осы арқылы, мәселен, монтажын жасап тастадым. Мәселен, мен сценарийін жасап тастадым бүгіндікке. Мен түсірдім, монтажын жасадым, салдым. Содан кейін барып қана мен бұны қолданамын. Түсінікті. Енді былай жасайық. Күн аяқталды, кешкен қорытындылап жатсыз. Мен бүгін рейтинг шығардым, бүгін үй жұмысын орындадым. Мамаға хабарластым. Не түсірдім мен? Видео түсірдім, жоспарлауға байланысты. Кітапты оқи алмай қалдым. Бүгінгі тапсырмалар, орындалған тапсырмаларым немесе жоспарым осындай болды. Енді
келесі күні шатаспас үшін былай жасаймыз. Орындалып болғаннан кейін бұлардың барлығын мына тұрған жасылға лақтырамыз. Жасылға лақтыра береміз. Лақтырамыз. Мынада тоже орындалғандардың бәрін лақтыратын боламыз. Енді орындалмай қалған тапсырмалар бар. Енді оны былай жасаймыз. Мәселен, сөйлеу тақырыбында тренинг өтіп кетті, өкінішке орай мен оны удалить ете саламын. Кітап оқу бүгін оқымай қалдым, онда ертеңге қоя саламын. Ертеңге қоя саламын, болды. Енді былай жасаймыз. Енді ертеңгі күнге жоспар құратын болсаңыз, былай жасаймыз. Бұл жерге кіреміз, ағыны скрипт выполнение деген нәрсе бар. Соны басамыз. И мына жерде тапсырмалар жоқ болып кетеді. Аламыз, кітап оқуды аламыз, ертеңгі тапсырманы қоямыз. Былай жасаймыз. Ертеңге немесе ертеңгі күні таңертең азанда жоспар құратын болсаңыз, жаза беріңіз. Және айтқандай бүгінгі біздің мәселен тарих деп, тарих қолданамыз, тарих қолданамыз бұл жерде мәселен оғыз тарих мүмкін тарихымыз былай істеп конспект видео сабақ көрейікші болса видео сабақ, ертең сабақ, видео сабақ, тырнақ екі нүкте тарих не туралы, оғыздар туралы басамыз. Бұны біз не қойып жүреміз, и мына ішіне тоже айтқандай осылай жаза береміз. Енді мәселен мен мына бір тапсырманың өзінде мәселен смарт техникасын точно түсіндірейін. Мәселен бұл ертеңге құрылып жатыр жоспар, ертең 21 күнге құрылып жатыр. Ертең завтра деген басамыз. Одан кейін бұл тапсырманың өзін тапсырмаларға бөлсек болады. Және қандай бізде видео сабақ көру бар, сабақ көру. Одан кейін бізде бөлінеді. Одан кейін конспект жазамын. Конспект жазу и нені бір бекіту өзіңе, қорытындылап, бір 5 минут не оқыдым, не жаздым деген секілді бір бекіту. Бізде 3 тапсырма пайда болды. Енді жоспар жазған кезде былай жазбаймыз. Тарих деген жоспар болмайды, нақты болу керек жоспар. Не істейсің тарихтан? Видео сабақ көремін. Не туралы? Оғыз туралы немесе 15-ші параграф, мәселен биология. Биологиядан нұсқа талдау. Бұл жоспар емес. Биологиядан нұсқа талдау көру, Айнұр апайдың деген секілді немесе білмеймін. 15-ші нұсқа талдауды көру деген секілді бір номермен нақты болса өте күшті. Мәселен, сіздер былай жазсаңыз болады, тіпті сіздер нұсқа талдауларың болатын болса, бұл жерде ссылка деген ұғым бар. Мәселен, нұсқа талдаудың ең жерге ссылкасын қойсаңыз болады. Ссылкасын қойсаңыз сізде уже нелерден болып тұрады. Видео сабақтың нұсқа талдаудың ссылкасы бар деп бассаңыз, ютубқа кіріп кететін боласыз. Тура осылай жалғастыра бересіз, тура осылай. Мәселен, мына жоспарға байланысты, кітап оқу ең әуелі тіл сөз, одан кейін теңіз қорқаулары кітаптың аты, одан кейін қанша бет оқитынын бір нақтылап, немесе 10 бет оқимын, 20 бет оқимын деген секілді жоспарыңыз нақты болса, сөйлем жазып берудің қажеті жоқ, немесе конспект жазу бөлек тапсырма, бекіту бөлек тапсырма емес. Бір белгілі бір нақты тапсырма, сол тапсырмаларға байланысты тапсырмашалар, бір жылқыны соямыз, жылқының аяғы, белі, көкірегі деген секілді соларға бөліп кете беретін болады. И сәйкесінше жоспар құрып болғаннан кейін, аламыз, мынаны қызыл түске қоямыз, мынаны көкке қоя саламыз деген секілді, тура осылай бөліп тастайтын боламыз. Одан кейін маңызды дүние общийға кіреміз, общийдан кейін умные деген кіреміз дағыны бірінші өшіп тастаймыз, бірінші белгіні өшіп тастаймыз. Тапсырмаларға байланысты мәселен оғыз туралы жаңағыдай тапсырмамыз бар. Мәселен уведомление деген ұғым бар. Басамыз дағыны сағат нешеге дейін сіз дедлайн немесе орындалу керек деген секілді сізге хабарландыру беріп отыратын болады. Мәселен, ертең маған хабарландыру келсе сағат 2-де, шай ішіп болғаннан кейін маған есіме салып тұрса. Окей, кетті. Енді тетікті жоспар құру болғаннан кейін, мәселен, бүгінгі менің жоспарым, енді бұны Google календармен уақытын белгілесек болады. Егер Google календар сізде құрылмаған болатын болса, онда бірге құрып көрейік. Жалпы былай жасаймыз. Аптаны бастайтын болсаңыз, плюсті баса саласыз. Плюсті басамыз. Ең әуелі бізде күнделікті қайталанатын рутиналар жасау керек. Қайталанатын. Мәселен, ұйқы бізде күнде қайталанады. Мәселен, қай уақыт аралығында біз ұйықтаймыз. Мәселен, 22-30-да ұйықтаймыз. И оянамыз, біз сағат 5-те оянамыз. Окей. Енді оянатын уақытымызды біз 17 деп белгілейміз. Сол кезде қазір бізге көрінетін болады. Бұған түс белгілейміз. Түсті қара свет бола берсін, графит бола берсін. Ал одан кейін бізде қайталану реттілігі бар. Мәселен, бұл бізде күнде қайталанады, каждый ден болады сонда. Қарайтын болсаңыз, сізде уже ұйқының уақыты белгіленді. Көрдіңіз ба? Енді сіздің міндетіңіз мына тұрған апталық жоспарыңыз бар ғой, солардың барлығын бекітуіңіз керек, жаңа жоспарлар жазуыңыз керекпіз. Енді бізде мәселен менің жоспарымда мына дүние сағат 5 пен 5:30 арасында менде таңғы ритуалым бар. Таңғы әдеттерім бар дейші болыпты. Таңғы әдеттер. Ұйқыдан тұруым, бет қол жууым, таңғы асты ішуім деген секілді.
барлығы. Мен бұған бір түс белгілеймін, Мұны әр тапсырмаға белгілі бір түстер қойсаңыздар, сонда түсінікті болатын болады. Бұл рутина болғаннан кейін мен бұны жасыл қылып белгіледім деп тұр. Және де қайталану реті әр күн сайын болады, каждый день. Қарасаңыз, сізде уже каждый день таңғы әдеттер бар. Одан кейін менде 5:30 мен 6:30 арасында менде стрим бар. Таңғы стрим. Бұл жерде сабақ оқимыз. Таңғы стрим. Бұған түс белгілейміз. Бұл оқу болғаннан кейін мандарин цветін белгілейін. Күнде қайталана ма? Бұл күнде қайталанбайды. Аптаның дүйсенбі мен сенбі күні 6 күн болады. Сондықтан другое басамыз. Содан кейін аптаның күндерін белгілейміз. Сенбіге дейін. Мәселен, егер сізде курста болуы мүмкін. Мәселен, курста нұсқаулар аптасына 3 рет болады. Мәселен, дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері болуы мүмкін. Сол күндері ғана белгілесеңіз, сол күндері ғана шығады. Мәселен, қарасаңыз, міне 3 күнге ғана шықты. Ал бұны 6 күнге ауыстыру үшін, және де редакторға кіреміздағыны бір жерін өзгертеміз. Кішкене бір жерін өзгертетін боламыз. Мәселен, тік деп 6 күнді белгілесек, сонда бізде ввести мероприятие болады, сохранить. Бізде 6 күнде пайда болды. Көрдіңіз бе? Одан кейін бізде 6 мен 6:30 арасында менде жоспар құрамын. 7:30 арасында ше. Таңғы жоспарын құрамын. Таңғы жоспар. Таңғы жоспарды мен жоспар болғаннан кейін белгілі бір даму болғаннан кейін көпті қоямын. Күнде қайталанады. Басып қоямын. Болды. Күн сайын мен 6:30 мен 7:30 арасында мен таңғы жоспарын құрамын. Кеттік онда. Одан кейін менде таңғы ас бар. Мәселен, 8 мен 8:30 арасында менде таңғы ас бар. Таңғы асты мен әрине жасылмен белгілеймін. Күнде қайталанады. Каждый день белгілеп қоямын. Бұл же мен таңғы ас. Тура осылай түскі ас, кешкі ас белгілейміз. Қарасаңыздар, менде апталық жоспар уже примерно рутиналарым кетті. Барлығы анық. Мәселен, тұруым, таңғы стрим болуы, жоспар құруым, түскі ас, кешкі астардың барлығы бекітілді. Енді осылардың арасына біз жоспарларымызды немесе өзіміздің күндік жоспарларымызды жазатын боламыз. Ал енді күндік жоспарға кеттік. Бүгінгі күні. Ендеше кеттік. Бізде Google календардағы тапсырмаларды тик-тикке құрып алғаннан кейін барып жазатын боламыз. Тик-тикке қараймыз. Так, бүгін рейтинг шығару керек екен. Бүгін рейтинг шығару керек. Енді мен рейтингті екі андаймен шығарамын. Мәселен, таңғы блок, кешкі блок. Таңғы блок дегеніміз таңғы жоспарлар тексеремін. Мен бұны жұмыс болған екен тоже түс белгілейміз бұған. Банан түсетін белгілейміз. Бұны мен бұны шамалы сағат қаншада жасаймын? Қазір мен бұны 1:30-да жасайықшы дейікші шамасы. 1:30 таңғы блок кетті. Енді рейтингтің несі бар? Бізде екінші дүниесі бар. Рейтинг кешкі блок бар. Кешкі блок. Кешкі блокты біз сағат 8:30 мен 9:30 арасында қоямыз. Болды. Бірмен осы уақыт аралығында рейтинг шығаратын боламын. Маңызды тапсырмаларымды жазып аламын. Одан кейін Reels куратордың өмірі туралы бізде дедлайн сағат 7-де шығу керек. Жалпы 7-де шығу керек. Вестен десек болады. Reels екінші бөлім. Ескертуді қойын. Ескертуді қойсақ болады. Ескерту сағат 7-де шығу керек бізде.
6 бүтін 7 шығу керек. 7 шығу керек. Катап сохранить. Мәселен, куратордың екінші бөлімі бүгін шығу керек. Ескерту болады. Былай жасаңыздар болады айтпақшы. Таскпен жасаңыз болады. Мәселен, айтқанда Reels шығу дейік. Reels шығу. Мәселен, шығару керек. Мен бұны сағат неше шығару керек? Задача ретінде мен бұны сағат Reels шығаруды мен сағат 7-ге қойып тұр. 7-ге қойып тұр. Сохранить басам. Бұл сіз неде тапсырма. Мына үстін баса аласыз дейді. Шығарылса. Я? Осылай жоспар қоятын боламыз. Одан кейін бізде қараймыз да не бар. Үй жұмысын орындау қажет екенмін. Үй жұмысын қашан орындаймын? Так дейміз. Сабақ менде 2 мен 4-тің арасында болады. Не істесем екен? Мен өзіме сабақ әлі құрған жоқпын, үй жұмысын жасаған жоқпын. Сондықтан мен не істеймін? 12:30 түскі ас ішіп болғаннан кейін 12:30 мен 1:30-ның арасында мен істеймін? Үй жұмысын жасайын құрсын. Үй жұмысы деп қана қоймай, бұл жерге былай жасаңыздар болады. Үй жұмысы не? Сабақтың атын жазып қойсаңыздар болады. B213 сабағынан мен не істеуім керекпін? Мен үй жұмысын жасауым қажетпін. Сабақтарға байланысты бәлки бұны білмеймін бір виноградный соң қойып қойсалайық. Үй жұмысын жасауым керекпін. Осы уақыт аралығында. Я? Так, неге байланысты деген? Примерно бізде уже маңызды істерді бекітіп алдық. Маңызды істерден тұрған маңызды күндерге, алғашқы сәттерге қойған болатынбыз. Одан кейін бізде не жоспарлау? Кейін видео түсіру, жоспарлауға байланысты видео түсіру дейді. Мен мұны сағат 10:30-мен бері түсіріп жатырмын жаңа мәселен. 10:30 мен 11:30-ның арасында мен видео түсіріп жатырмын. Қарасаңыздар, уже видео жоспарлауға байланысты менде дәл қазір процесс болып жатыр. Мүмкін бұл ұзару мүмкін. Ал просто ұзаратын болса, просто бұны аластағыны бұны шамалы 12 дейсіз болмаса. Сағат жарты сағатқа ұзаратын секілді. Сохранить. Егер бұл ұзаратын болса, просто аластағыны бұны сағат 12-ге ауыстыра саласыз. Ойбай. 12-ге ауыстыра саласыз. Сохранить. Қарасаңыз, бұл ұзарып кетті, көрдіңіз бе? Ұзарып кетті. Мәселен, менде кітап оқу бар. Кітап оқуды мен қайсына қойсам екен? Кітап оқуды давай кешкі таманға қойайын. Кешкі таман сағат кітап оқу. Кітап оқу. Жаңа нақтылап жазуыңыз керексің. Теңіз қорқаулары 10 минут деген секілді. Бұны сағат 9:30 мен 9:40-ның арасына қойсақ болады. 10 минут оқитын боламыз. Кітап оқу болды, бекітілді. Түсті қойдан көппіз. Даму болған екен. Көк цвет қойық. Мәселен, болды мен кітап оқу тұр мені. Мамаға хабарласу. Бізде сағат 8-де мамаға хабарласайық. Бұны задачаға қойсақ болады. Таск ретінде мамаға хабарласу. Кешке жақын асықпай хабарласу. Кетті 8-ге қойылды. Қарасаңыздар, менде күндік жоспар дайын тұр. Мәселен, қазір мен бір нәрсе көрсетім кеп тұр. Мәселен, сағат 2-мен айттым және 2-мен негізі 2 емес, 2:30 мен ненің арасында, 4:30-ның арасы шамалы. Менде бұл жерде сабақ бар. 213-ның сабағы бар. Бұны фиолетмен белгілеймін. Өйткені мен сабақтың барлығын фиолетмен және виноградпен белгілеген болатынмын. Қарасаңыз, менде жерде сабақ бар. Енді сабақты алдында үй жұмысын жасаймыз. Үй жұмысынан кейін біз рейтинг шығарамыз. Немесе мен былай жасасам болады. Менің үй жұмысым тіпті созылып кетуі мүмкін. Сағат 2:30-ға созылып кетуі мүмкін. Мен 1 жарты сағат емес, мен 1 сағат жасап кетуім мүмкін. Сол кезде мен таңғы блог рейтинг шығарамай қалуым немесе жоспарым бұзылып кетеді. Просто аламдағыны мен бұны
сағат 5-ке қоя аламын, иә. Немесе аламдағыны сабақтың ортасында бізде демалыс болады, сол кезде осы жерге қоя саламын. Немесе тіпті аламдағыны, білмеймін, вообще үлгермей жатсам, аламда болмаса кешкеге екеуіне қоса саламын. И просто маңызды дүние, жоспарлардың барлығы сіз үшін өзгермелі болуы өте маңызды. Мәселен, бүгін рилс шыға алмай қалатын болса, так деймін да, бұны ертеңге де тоже ауыстырсам болады, и ертеңге тоже ауысады. И сіз арқылы бұл апталық планыңызды көре аласыз. Апталық не істеп не қойдыңыз, бұл жерге тоже толтырсаңыздар болады, неше түрлі. И осы арқылы біз күндік жоспарыңызды құрсаңыздар болады. Дәл қазір жоспарлау бойынша саламын, бұйырса сағат 12-де түскі ас ішетін боламын. Егер күнді қорытындылап болғаннан кейін мен жоспарлау туралы видео сабақ көрсем, видео түсірсем, птичканы ұрамын, иә? Птичканы ұрамын. Егер жоспарлау туралы видео көрсем, мен птичка ұрамын, иә? Reels куратордың өмірі салып түсірсем, птичка ұрамын, и солай күнді қорытындылаймын. Барынша түсіндіруге тырыстым. TikTok пен Google календардың арасындағы байланыстар. Егер түсінбеген, егер де білмеймін, бір келеңсіз жағдайлары болатын болса, әрине бұлардың барлығы бір белгілі бір қателіктерден, жасап көруден келетін болады. Қолданып көріңіздер, жасап көріңіздер. Менің кеңесім, TikTok-тың ақылы версиясын сатып алсаңыздар, бар жоғы бір донердің ақшасы бір 1500 теңге тұрады. Есесіне, зато сізде TikTok-те календар болады, Eisenhower бүкілін потенциал мақтарақ пайдалана аласыз. Және жоспарлауға байланысты біздің арнада бірнеше видеолар жарық көретін болады. Сондықтан арнаға тіркеліп қойыңыздар. Жоспарлау тақырыбында өмірімізді жүйелеп, өз өмірімізді басқарайық.